Баршаңызға сәлем, құрметті менің алтын көрермендерім. Сіздермен мен Гүлзада. Бүгін сіздермен отбасыңызбен сүйіп жейтін аспен бөліскім келді. Ол үшін ішмай аламыз, кез келген, яғни қойдығы, ешкінікі болады. Мен ешкінікін алдым. Енді осының салмасын дайындайтын боламыз. Пияз, картошка және фарш. Пиязды осылай ұсақтап турап аламыз. Құрметті менің алтын көрермендерім, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен үшін өте маңызды. Қазақша контентті қолдап отырыңыздар. Осылай пиязды турап аламыз ұсақтап. Және картошканы төртбұрыштетіп тураймыз. Сіздерге көп рахмет менің каналымды көріп отқандарыңызға. Осылай турап аласыздар. Бәрін турап болдық. Енді пиязымыздың үстіне кішкене тұз сеуіп, қолымызбен мұжып аламыз. Кішкене су шығады. Негізі пиязбен кез келген тамақ дәмді болады. Көбірек қоса берсеңіздер болады. Картошкамызды саламыз. Және 200-250 грамм фарш. Кез келген фарш болады. Тұз, қара бұрышын салып, жақсылап бір келке етіп араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алдық. Салмамыз дайын. Енді ішмайға орайтын боламыз. Салмамызды салып, көріп тұрғандарыңыздай, жақсылап екі шетін бекітіп орап аласыздар. Негізі жаздың күні ішмайға бауырды да орап, шашлық ретінде жасауға болады. Міне дайын болды. Қазір енді қыстың мезгілі болғандықтан біз бұны пеште пісіретін боламыз. Ішмайдың кейбір жеттері сәл қалыңдау болады. Оқтайдың көмегімен жайып, жұқартып аламыз. Салмамызды салып, үстіп орап аламыз. Кеспей қойдым, осылай болына берсін. Осылай ұрап аламыз барлығын. Енді табамызға салатын боламыз. Пешті 180 градуста алдын ала ысытып дайындап аласыздар. Дайын болды. Енді қызып тұрған пешімізге екі жағын қызарғанша пісіреміз. Дайын болды. Түскі және кешкі асқа қолдансақ болады. Өте дәмді. Қазір ішін кесіп көрсететін боламын. Сондай керемет. Сочный болып шығады. Дәмі де бір өзгеше. Бұны ыстықтай жеген дұрыс, ыстықтай дәмді болады. Барлығыңызға ас болсын.